Bir кісі дәрет алып жатқан кезде ол көпшілікке сезінетін жағдай. Дәрет алып болған кезінде бір рахаттанады да бір. Дәл сол жердегі алған рахатын жаңа айтқанда бір жеңілдікті басқа айтып жеткізе алмайды. Сөзбен айтып жеткізе алмайды да. Сол дәрет алғанның өзі бір не болады, құлшылық болып есептелінеді екен. Мысалы біз дәрет алып жатқан адам, дәрет алушы сөйлемеу керек та. Өз тәртібімен жаңағы сүннетке сәйкес әрбір ағзаларды тазалаған кезде 3 реттен ниет қылып, жаңағы зікір айтып, дәрет алғанда жаңағы денені тазартып жуу ғана емес, оның күнәлары да төгіледі екен да. Көзбен қарап қойған күнәлары төгіледі соңғы тамшысымен. Қолмен жаңағы қолын жуған кезде қолында соңғы тамшысымен сол күнәлар төгіледі. Аяқты жуған кезде соның соңғы тамшыларымен күнәлар төгіледі. Жалпы айтқанда күнәлардан төгілген кезде адам жеңілдеп қалады, рахаттанып қалады. Сол сияқты шынайы ықылас ниетпен намазға тұрған кезде де Алла Тағала уәде қылған ғой, құлым намазға тұрайын деп жатыр, күнәларын алып тастаңдар дейді періштелерге. Сол алып тастаған сәтінде адам сол жеңілдейді да. Соның рахатын сезінгенде сол хушу сондай сезіне бастайды. Сондықтан да мүмкіндік болса, жаңағы нәпіл амалдар қосылып, қосымша тақуалыққа берілген сайын сол хушуға кіре бастайды. Ал енді жеңіл санайтын болса, тез арада орындауымыз керек деген жағдаймен қалатын болса, онда жаңағы хушу кетіп қалады да. Сондықтан да жаңағы өзінің байыбына салынып, амал жасау барынша соның бір ләззатын сезіне бастайды.